Ертеде бір сиқырлы әлем болыпты. Бұл әлем эмоция әлемі деп аталады. Бұл жерде біздің сезімдеріміз өмір сүреді. Оларды эмоциялар деп атаймыз. Балалар, эмоциялар әр түрлі болады. Бірде қуансақ, бірде мұңаямыз. Қараңдаршы, алдымыздан қуаныш шықты. Ол өте көңілді екен. Сен неге сонша қуанып тұрсың? Мен өте бақыттымын. Себебі мен жаңа киім аламын. Сол үшін көңілім көтеріңкі. Жақсы жаңалық болса, біз қуаныш сезінеміз. Қуаныш бізді күлімдетеді. Ал енді басқа эмоция келе жатыр. Бұл мұңаю. Мені ойнауға жібермеді. Сондықтан көңілім түсіп кетті. Мұңаю жаман емес. Бұл да біздің сезіміміз. Ой, тағы бір эмоция келді. Бұл таңғалу. Жаңа нәрсе көргенде біз таңғаламыз. Таңғалу бізді үйренуге жетелейді. Сен неге жылап келе жатырсың? Менің ойыншығым сынып қалды. Жылау ішіміздегі ауыр сезімді шығарады. Жылағанда біз жеңілдеп қаламыз. Сен неге ашуланып тұрсың? Мен ешкім тыңдамады. Неге олай деп ойлайсың? Мен солай сезем. Мен сені тыңдаймын. Шынымен бе? Айта бер. Ашулану да сезім. Бірақ оны тыныштықпен басуға болады. Көрдіңдер ме, балалар? Барлық эмоция бізге керек. Қуансаң да, жыласаң да, бұл қалыпты. Ең бастысы сезіміңді түсіну.